Сәлем достар, сіздерді өзімнің YouTube каналымда тағы да көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен біздің өмірімізде қалыпты жағдай болып кеткен, өмірімізге еніп кеткен, бірақ біздің дамуымызға, алға жылжуымызға, жетістіктерге жетуімізге өзінің кедергісін келтіретін, өте қарапайым, біз байқай бермейтін әдеттер туралы сөйлесетін боламыз. Бұл әдеттер өте қарапайым, көзге көрінбейтін кішкентай болуы мүмкін, бірақ осы біз жаман әдеттерді жоятын болсақ, өміріміздің қалай өзгергенін, дамуға деген, өмірге деген көзқарасымыздың өзгеріп бастағанын байқайтын боламыз. Бұл әдеттер менің өмірімде кездесті және де өзім осы әдеттерді қалай пайдалы әдеттерге айналдырғаным жөнінде сіздерге бүгін айтатын боламын. Ең бірінші бұл қарапайым бізге болып көрінетін әдет, ол негативті ойлау және де өмірге шағым айту. Мысалы, бұл нәрсені біз қатты байқай бермеуіміз мүмкін, бірақ біз өмірде мысалы неғып осындай болды екен, неғып менің өмірім осындай деген сияқты нәрселерді уже айтып бастасақ, ол біздің өмірімізге кері әсерін тигізеді. Яғни негативті ойлар біздің алға қарай жылжуымызға, өмірімізде бір жарықты көруге өзінің кедергісін келтіреді. Өзімнің жағдайымда өткен, мысалы қазір мен 3-ші жыл декреттемін, менде мынандай ойлар болатын, негативті ойлар. Мен үйде отырып қалдым, мен жұмыс жасай алмай қалдым, өмірім тек осы 4 қабырғаның ішінде өтеді деген сияқты негативті ойлар менде өте көп болатын. Яғни бұл жерде айтқым келгені, мысалы, сіз декретте болсаңыз да, немесе басқа бір жағдайға байланысты үйде отырып қалсаңыз да, немесе жұмысыңызда, отбасылық өмірде әртүрлі қиындықтар болып жатса да, біз негативті ойларды ойлап, ары қарай тез жіберіп үлгеруіміз керек. Және де осы жерде сол негативті ойларды позитивке айналдыру үшін не істей аламыз, соларды қарастырамыз. Кейде менің өміріме енгізген қарапайым, бірақ кішкентай әдеттерім ол таңертең тұрғанда негативті ойламай, қабағым түйіліп тұрмай, позитивті ойлауға тырыстым. Және де таңертең немесе кешкілік уақытта осы өміріме, қолымда бар затыма, қолымдағы бар жетістіктеріме шүкіршілік етіп бастадым. Солай осындай майда әдеттер біздің өміріміздің ары қарай жақсы жаққа өзгеруіне әсер етеді. Екінші, ол өзімізді сыйламау және де өзімізге уақыт бөлмеу. Мысалы, біз күнделікті өмірде өзімізді сыйлап, демалуымызға, немесе өзімізге бір сыйлық сыйлауға рұқсат бермейміз. Яғни бұның бәрі неден басталады? Негізі көбінесе адамдарда бірінші ата-анасына, бауырларына, одан кейін тұрмысқа шыққан екен күйеуіне, балаларына көп уақытын бөледі, өзіне уақыт таппайды. Яғни осы кезде сіз түсінуіңіз керек, мысалы, баламен бірге өзіңіз жатып демалып алуға рұқсат беріңіз. Өзіңіз қатты шаршап тұрсаңыз, мысалы, баланың ойыншықтарын кейінірек жинауға рұқсат беріңіз. Осындай майда әдеттер ары қарай сіздің бір орында тұрып қалмай, дамуыңызға, алға жылжуыңызға өте көп мүмкіндіктер береді. Үшінші, ол өзіміздің дамуымызға мүмкіндік бермеу, уақыт бөлмеу және де өзіміздің еңбегімізді құнсыздандыру. Яғни біз күнделікті өмір сүріп жатамыз да, біз ойлаймыз, болды шүкір осыған да дейміз да, бір орында тұрып қаламыз. Бірақ біз түсінуіміз керек, адамға өмір бір-ақ рет беріледі. Өмірді біз қалай сүреміз, яғни гүлдендіріп, жақсы көңіл күйде өткіземіз ба, немесе шағым айтып өткіземіз ба, оны шешетін өзіміз. Яғни осы кезде өміріңізге аз уақыт болса да пайдалы болатындай хобби енгізсеңіз болады, өзіңізді жаңа саладан байқап көріңіз. Мысалы, мен декретте кезімде өзімді басқа саладан танып көрдім, сол арқылы табыс тауып жүрмін. Бұл әрекеттер, яғни алға қарай бір нәрсеге ұмтылуым, өзіме уақыт бөлуім мені басқа саладан өзімді ашуыма мүмкіндік берді. Солай мен қазір үйде отырып өзімді дамытып жатырмын, бір жағынан табыс тауып жатырмын, бір жағынан балама қарап жатырмын деген сияқты. Сол себепті өмірде берілген әртүрлі мүмкіндіктерді ұстап үйренуіміз керек. Төртінші, ол кейінге қалдыру және де жалқаулық. Мысалы, таңертең тұрған кезде төсекті сол уақытта жинамау, немесе мысалы белгілі бір идея немесе белгілі бір істі жасау сіздің ойыңызда тұрады ма, соны кейін жасай саламын, түсте жасай саламын, түстен кейін жасай саламын деген сияқты ойларды ойлап кейінге қалдыра беру. Бұл біздің миымызда өте көп болып жиналған кезде уже бізде ештеңе істеуге желание болмайды, жалқаулық басады. Сол себепті сіз егер белгілі бір істі, бір жұмысты жасауыңыз керек болса, мысалы үй жинауыңыз керек болса, мен үй жинауым керек, үйді 5 бөлме қалай жинаймын деп ойламай, мен қазір бірінші 30 минутта өзімнің бөлмемді жинаймын деп фокусыңызды тек бір ғана іске қойыңыз. Үйдің барлық бөлмесі, 5 бөлмесі емес, тек бір бөлмеге қарай фокус қойсаңыз, миыңызда оны жеңіл қабылдайды. Солай сіз кейінге қалдыру және жалқаулық деген әдеттерден оңай арылатын боласыз. Бесінші, біздің көп жіберетін қателігіміз, яғни әдетіміз, ол басқаларға көп көңіл бөлу, яғни өзімізді солармен салыстыру. Яғни мысалы біз белгілі бір жұмыс жасап жатсақ та, біреумен өзімізді салыстырып, өзімізге көңіліміз толмай, жасаған жұмысымызды құнсыздандырып жатсақ, значит бізде сол өзімізді басқа біреумен салыстыру деген әдет бар.
Біз көп фокусымызды өзімізге емес, өзге біреуге қоятын болсақ, онда бізде ештеңеге даму түгілі алға өмір сүруге желание болмайды. Сондықтан да бірінші фокусты өзімізге қоюымыз қажет. Бұл жаман әдеттен арылу үшін барлық фокусымызды өзімізге қоямыз. Яғни біз қолымыздан келгенше жұмыс жасаймыз, қолымыздан келгенше алға қарай ұмтыламыз. Бірақ та біз өзімізді салыстыратын кезде басқа біреумен емес, кешегі өткен өзімізбен салыстыруымыз керек. Мысалы, мен жалқаулығымды жеңдім, белгілі бір жұмыс жасап жатырмын ба, значит 2 жыл бұрынғы немесе 3 жыл бұрынғы Гүлсенатпен салыстырамын. Яғни оған қарағанда сен қалай өзгердің? Көңіл күйім өзгерді, мысалы көңілді жүретін болдым, өз-өзіме көңілім толатын болды, жалқаулығым сәл болса да сол кездегіден азайды деген сияқты сондай позитивті ойларды ойлап, тек өзімізді бұрынғы өзімізбен салыстыруды әдетке айналдыруымыз қажет. Осындай кеңестер менің өміріме әсер етті және сіздерге де пайдасын тигізеді деген ойдамын. Егер сіздерге пайдалы болса, парақшама тіркеліп алыңыздар, лайк, комментарий жазып қалдырсаңыздар қуанып қалатын едім. Барлықтарыңызға пока-пока.